Дәл осы Қаратал ауданының орталығы Үштөбе қаласында бірлігі ажырамайтын бір үйдің ағайындыларындай болып кеткен аула бар. Мұнда әртүрлі ұлт өкілдері бір-бірімен етене араласып кеткен. Бірлігі жарасқан тұрғындардың берекелі тіршілігі келесі бейнематериалда. Аула тұрғындары татулық пен сыйластықты ту еткен. Дені қазақ, орыс, кәріс пен ұйғыр ұлтының өкілдері. Оларды бір шаңырақ астына жинап біріктіретін туған жерге деген сүйіспеншілік деп санайды. Қарапайым амандасудан бастап бір-біріне қол ұшын беру, олар үшін күнделікті өмір салтына айналған. Сила народа в единстве. Біздің бірлігіміз басты тірегіміз. Соның арқасында бейбіт өмір сүріп, өзімізді бір тұтас халық ретінде сезінеміз. Әртүрлі ұлт өкілдері арасында ешқандай қақтығыс жоқ. Бұл татулықтың айқын белгісі. Сондықтан біз осы бірлікпен келісім рухын сақтап, нығайта беруіміз керек. Ал Людмила Бондарованың бұл аулада тұрып жатқанына 20 жылдан асты. Туған жері Ресейде орналасқан. Еш өкінбейді. Керісінше адал дос, жанашыр бауыр, жанына жақын көрші тапқан. Тіпті қазақы салтты ұстанады. Елге деген құрметі мен сүйіспеншілігі оны тіл үйренуге итермелеген. Мұнысын мақтаныш санайды. Мен барлық әрине қазақстандықтардың барлығын осы мерекеменен құттықтаймын. Барлығына енді әр семья, әр жанұяға береке бірлік бақыт тілеймін. Бала шағаларының амандығын көрсін, ғұмыр берсін Алла тағала барлығына. Көп ұлттың алтын шаңырағына айналған мекеннің бірі Қаратал ауданы. Мұнда қазір 30-дан аса ұлт өкілі тұрады. Олар үшін бұл мерекенің маңызы зор болып қала бермек. Жұлдызай Маратқызы, Әли Қуанышев, Жетісу телеарнасы.